Тынымбай Нұрмағамбетов 1945 жылы туылған. Жаңақорған ауданы Қоссүйек ауылы, жазушы. Қызылорда педагогикалық институтын, Мәскеудегі Максим Горький атындағы жоғары әдебиет курсын бітірген. Осы Тынымбайдың шешесі Шырынкүл аты. Шырынкүл осында босанды. Қызылорда облысы радио комитетінде, жазушы баспасында редактор, Қазақфильм киностудиясында қызмет атқарған. 1996 жылдан Қазақ елі газеті редакторының орынбасары. Алғашқы әңгімелер жинағы 1971 жылы Қауын иісі деген атпен шықты. Нұрмағамбетовтың Қош бол ата, Қарлығаштың ұясы, Ата қоныс, Запах дыни, Тұнық су, Там, где горел очаг, Талисман, Бәйтеректер, Туған ауыл түтіні, Балалық шақтың әуендері, Таңдамалы, Айқай, тағы басқа кітаптары жарияланған. Сонымен қатар Табалдырғыңа табын, Жоғалған көл, Кемпірлер үкімі, Ескі үймен қоштасу, Тырналар ұшып барады телефильмдерінің сценарийін жазды. Жаңақорған ауданының құрметті азаматы. Тынымбай Нұрмағамбетов әдебиетіміздегі бейімбет іргетасын қалаған мектептен шыққан. Сол прозаны шебер дамытқан. Сөз өнеріміздегі саусақпен ғана санарлықтай жазушыларымыздың бірі. Тынымбай Нұрмағамбетовтың 3 томдық таңдамалы шығармалар жинағы, Бөребайдың тымағын ит алып қашқан қыз әңгімелер жинағы, мен Айқай атты әңгімелер мен повестер жинағы және Жұлдыз жалын әдеби журналдарында соңғы жылдары туындылары жарық көрді. Тынымбай Нұрмағамбетовтың Періштелердің өлімі романы оқырман ойын сан саққа жүгіртеді. Адамның адам боп қалуы шекспирлік сұрақ қой. Адам бейнесін жоғалтқан күні хайуанға айналады. Ұлт ерекшелігін жоғалтқан күні өзі де жойылады. Бұл астасып жатқан сұрақтар, ажырамас алаңдаулар. Тынымбай прозасына жолыққан сайын тынымсыз ойларға кезігетінін де сондықтан. Тынымбай Нұрмағамбетов шығармаларының басты ерекшелігі де өмірдің өзіндей терең, өмірдің өзіндей қарапайымдылығында, әңгімені оқи бастаған оқушысының ынтазарлығын арттыра түсетін сыршылдығында, һәм шынайылығында. Оның шығармаларына жан бітіріп, шырайландырып, өміршең етіп тұрғанда қарапайым адамдардың тіршілігі. Тынымбай Нұрмағамбетов үшін ең маңызды тақырып адам тағдыры. Жазушы адам тағдырына қатысты тақырыптардың қай-қайсысында жатсынбайды. Өзіміз күнде көріп жүрген қарапайым пенделердің тағдырын жазушының шығармалары арқылы қайта көргенімізде, жан дүниеміздің астан кестені шығып, адамгершілікке деген сүйіспеншілігіміз артып, зұлымдыққа қарсы өшпенділігіміз ояна түседі. Жіктеп отыр. Қызмет жасау бір не болды? Міндет сияқты болды. Сондықтан оларды кінәлай алмаймыз. Но бірақ бұл адамның өзіне байланысты. Ол ең алдыменен сол ұлттың жазушыларының өзінде бір әуел дәстүр болып қалыптасу керек. Мысалға 19 ғасырда мына орыс классиктерінде қызмет істегенге олар қайта бір түрлі қараған. Бұның қызметіне жазушылықты қалай атқарады деген сияқты. Соны мына 20 ғасырда тағы мына Распутин, Астафьев сияқты жазушылары оны жалғастырды. Олар да жұмысты тастап, тек қана прозамен болды. Ал енді бізде ондай дәстүр қалыптасқан жоқ. Бәрі қызмет істеді. Енді қорытындысында мен жемісті болды деп есептеймін. Ал енді ол жаңағы жұмысты тастап жүрген кездері, жаңағы көпшілік орталарда болғанда, сенің жаңағы жұмыстығыңды жаңағы бетіңе баспағанменен, солай әңгімелердің аңғарында кішкене сені төмендеу отыратын жағдайлар болады. Біздің менталитетімізде ол тіпті басым болды. Жұмысты тастауым керек деп ұйғардым сол кезде. Бұл өлең емес, тұрып бара жатып, жүріп бара жатып жаза беретін. Бұл столда отыруды қалайтын жұмыс. Өзіңмен өзің қалуды қалайтын жұмыс. Бұл прозаның ерекшелігі, өнерді аздыру. Әдебиет жазушы ол алдынан да, артынан да, тұстастарынан да үйреніп, солармен жарысып өмір сүреді. Ол өзі солай болуға тиіс.